Мантыға деп жасаған қамырларыңыз дұрыс жайылмаса немесе піскен соң мантыңыз асты жібіп қалса немесе жыртылып кететін болса, осы видеоны мұқият қарап шығыңыздар. Бүгін сіздермен манты жасаудағы лайфхактарыммен бөлісемін. Рецепт ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда көптеген ақпараттар, көптеген лайфхактар, пайдалы рецепттер бар. Ал қазір видеоны мұқият қарап шығып, сізде дайындап көріңіз. Бізге ең алдымен кішкене салқын су, тұз және жұмыртқа қажет болады. Жарты кесе салқын суымызға жұмыртқаны шағып, үстінен жарты чай қасықтағы тұзды қосып, жақсылап араластырып, үстінен ұнды елеп салып, қолымызбен жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды неғұрлым көп уақыт илесек, соғұрлым оңай жайылатын болады. Илеген қамырымыздың бетін жауып, 5 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 5 минуттан кейін тағы бір илеп жіберіп, салафан пакетке салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал енді мантымыздың ішіне салынатын заттарды жақсылап майдалап турап аламыз. Мен жуаны барынша майдалап турауға тырысамын, сонда сочный шығады мантымыз және жуа жоқ болып кетеді піскенде. Ал картопымызды майдалап кубик тәрізді етіп тураймыз. Мен тартылған еттің дайынын алмаймын. Өзім тураймын етті, немесе блендердің турап беретін жеріне салып, бір айналдырып аламын. Дайын болған заттарымызды бір ыдысқа жинаймыз. Кубик тәрізді етіп туралған картоп, жуа, етімізді қосып, қара бұрыш, әмбебап дәмдеуіш және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, жайып шығамыз. Мантыны негізі неше адамға жасайсыз, үлкен отбасы ма, кішкентай отбасы ма, соған қарай зуаларға бөліп, бөліктерге бөліп жайсаңыз болады. Біздің отбасымыз кішкентай болғандықтан бір үлкен зуаланың өзі жетеді. Көріп тұрғандарыңызды басында жайып жатқанда мен ұрпақты аямаймын. Ұнды көбіректен салып, бір келке етіп жайып аламын, барлық жағын тура етіп. Тек қана екі шетін ғана қолыммен ұстап күш жұмсаймын. Ал ортасы өзімен өзі жайыла береді. Көбінесе осы қамыр жайып жатқан кезімізде ортасы жұқа, ал шеттері қалыңдау болып қалып жатады. Сол үшін екі шетіне көбірек күш жұмсасақ, екі шеті әдемі болып жайылады. Қамырымыз дайын, жайып болдық. Енді 4-1 етіп кесіп шығамыз. Қамырды өзіме ыңғайлап етіп дұрыстап алдым. Ұзын жағына өзіме қаратып, осылай домалатып алып, енді оқтау көмегімен осылай тәктеп шығамын. Ал енді пышақ көмегімен бірдей етіп кесіп шығамыз. Кесілген бөліктерімізді алып, ұзындығына қарай бір-бірінің үстіне қойып тәктеп шығамыз. Ал тәктелген қамырларымыздың тағы да бірдей етіп 4-1 етіп кесіп шығамыз. Сол кезде ғана бізде 4-1 кесілген қамырлар дайын болады. Әр видеоға озвучка жасаған кезімде бірінші рет жасап жатқандай қобалжып, видеодан бұрын сөйлеп кетіп жатыр екенмін. Сондықтан кішкене түсіндіріп өтейін. Әдейі видеоны осылай түсінікті болсын деп кішкене көбірек уақыт алса да түсінікті етіп алдым видеоны. Осы видеоның минуты көп болып кетсе, мен өзіме қызықсыз сияқты болып көрінеді, бірақтан нақты жасаймын. Менде қамырлар дұрыс жасалынбайды, манты жасағым келеді деп тұрып видео қарайтын адамдарға ол маңызды емес деп ойлаймын. 4-1 етіп кесіп алдық. Осы жерде мұқият мән беретін жайт ол осылай кесіп алудан бұрын зуала кезінде бәріне бір келке етіп ұн сеуіп алыңыздар. Өйткені осылай кескен кезімізде арасы жабысып қалуы мүмкін.
Өйткені біз мантыны түйіп жатқан кезде ол көп уақыт алады, ол арасында қамыр бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді мантымыздың салмасын салып шығамыз. Негізі видеода кішкентай бөпемнің дауысы кішкене шығып қалыпты. Мен оны басында байқаған жоқпын, қазір азочка жасап жатып байқап отырмын. Жалпы видеоны көбінесе қызым ұйықтаған кезде түсіремін. Ал видеоның соңларында қызым оянып қалуы мүмкін, осылай кейде дауысы шығып қалады. Но сонда да қызым түсінеді мамасыны, көп олай жылап мазасыздана бермейді, Аллаға шүкір. Ал мантыларды түйіп жатқан кезде қолым кәдімгідей видеоға дәу болып көрініп, видеоны құртып жатқан екен. Кесіп тастауға болмады. Келесі жолы видео түсіргенде осыны білетін боламын. Мантыларымызды сөйлеп осылай түйіп тастадық тез-тез. Енді мантоварка листін алып майлап, мантыларымызды орналастырып шығамыз. Негізі манты піскен кезде мантыңыз жыртылып, ішіндегілер шашылып кетуінің себебі ол мантоваркаға байланысты. Менің мантоваркамның листтары осындай. Мен манты жасаған кезде ешқашан асты олай жібіп немесе жыртылып кетпеген. Жалпы отбасымыз кішкентай болғандықтан мантылардың арасын ашық етіп орналастырдым. Кейбіреулер жалпы осы мантының бетін майламай деген, мен май жағып істеймін. Еш май жақпай істеп көрмеппін. Негізі әркім қалай жасайды осы мантыны. Сіздер қалай жасайсыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Мен мантоварка үстін қайнап тұрған суға қоямын. Сіздерде қалай? Және қатты отта 40-45 минут дем жегізіп аламын. Бетін жауып қойып. Мантыларымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Сіздер қалауларыңызға көре подлив жасасаңыздар болады. Подливпен енді күшті кетеді. Мен қызым қарны ашып кеткендіктен садиктан келіп тамақ жеймін деп мама тамақ дегеніне подлив жасап үлгерген жоқпын. Рецепт ұнаса сіздер де жасап көріп отбасыңызды қуантыңыздар. Тамақ істеген жерді асығып жинағандықтан шетте тұрған ұнды көрмеппін. Тез алып қоймасақ қазір шашып тастайды. Ал сіздермен болған қаламқас ас болсын.